Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен алдағы өткен тақырыптарды бір қайталап, біраз программалар жасайтын боламыз. Алғашқы программамыз. Ауа райының температуралары бізде мәтін түрінде берілген. Яғни жолдық типте берілген. Алғашқының 25, ортасы көріп тұрғандарыңызда үтірніктемен ажыратылған. 24 градус, 22 градус болсын, 30 градус, 25 градус. Енді біз осының ішінен ең үлкен температураны анықтауымыз қажет. Ол үшін біз алдымен тізім ашып аламыз. Оған data нүкте split деп жазамыз да ішіне символ береміз. Split не істейді? Ол аладыдағы әрбір элементті мына бір біз көрсеткен белгі үтірнікте бойынша ажыратып бөліп шығады. Экранға шығарайық. Print data. Мінеки, әрбір элементті бізде бөліп шықты. Енді жеке-жеке сандарымыз бізде бар. Бар болғаны, енді аламыз да print max дейміз да L data. Максимум элементіміз бізде 30-ға тең екен. Міне осылай шығаруға болады. Программалар жазған кезде көптеген мәліметтер осындай форматта беріледі бізге. Кейбіреулері үтірмен ажыратылуы мүмкін, әрқалай. Сол кезде біз оларды сплит әдісі арқылы тізімге түрлендіріп, ары қарай олармен жеке-жеке жұмыс істеуімізге болады. Келесі мысал, бізге қандай да бір тізім берілсін. L тізімі болсын. Бұл тізімді кездейсоқ сандармен толтырайық. Ол үшін рандомды іске қосуымыз қажет. Import random деп жазамыз. Цикл ашамыз. While циклын ашайын. While айымыз бізде 10 болсын, яғни біздің тізіміміз 10 элементтен тұратын болады. L нүкте append random нүкте randint деп жазамыз. Randintқа кездейсоқ сандардың диапазонын береміз. 1-ден бастап 20-ға дейін болсын. Ай қосылған тең 1-ге. Тізімді экранға шығарамыз. Print L. Қосайық. Міне, кездейсоқ 10 санмен толтырылды. Осылайша, тізімді қолмен емес, кездейсоқ сандармен де толтыруыңызға болады. Тізімнің ұзындығын қолданушы да енгізсе болады. Ол үшін мұнда n деп анималашайын да input арқылы енгізе салайын. Input. Осылай қала салсын. Мұнда n бере саламыз. Қосайық. Ұзындықты сұрап тұр. 5 элементтен болсын. Міне. 5 элементтен тұратын тізім ашып берді 1-ден. Келесі. Бізде 2 тізім бар делік. First list. Және оны сандармен толтыра салайық. Және екінші тізім бар. Second list. Енді және бізде joint list бар. Joint listқа бірінші тізімнен тек қана тақ сандарды, ал екінші тізімнен болса тек қана жұп сандарды жазуымыз қажет. Цикл ашайын. Бұл жолы for циклмен жұмыс істейік. Айымыз бізде in first list. Егер айымыз бізде
тақ болса, онда joint list нүкте append I дейміз. Бірінші тізімнен тек қана тақ сандарды алдық. Енді екінші тізім үшін де цикл аша салайық та. Оған second list. Оған жұп сандардан аламыз. Joint list экранға шығарайын. Қосайық. Міне. Алдымен мұна екеуінде экранға шығара салайық. Print first list және print second list. Бірінші тізімнен тек қана тақ сандарды алды. Одан соң екінші тізімнен тек қана жұп сандарды алып, екінші, үшінші тізімге жазды. Жақсы. Келесі мысал. Бізде көріп тұрғандарыңыздай бірінші тізімде жеміс жидектің атаулары берілген, ал екінші тізімде болса олардың бағалары берілген. Біздің мақсатымыз арасынан ең арзан жеміс жидекті тауып, оның атауын экранға шығару. Бұны while циклы арқылы жасайық. Алдымен минимальный баға бірінші деп беріп қояйын. Баға индексі 0 болсын. Цикл ашамыз. Айымыз бізде тең болады 1-ге. While I кіші len баға. Бағаның ұзындығында дейін. Егер min үлкен болса, баға айдан, ондай болса, минға жаз бағаны. Баға айды. Енді айға 1-ді қосамыз. Осылайша біз ең арзан таптық. Енді оның индексін табуымыз қажет. Ол шымды қайтадан индекс деген айнымалы ашайында, оған 0-ді беремін. Дәл бағанағындай индекс деймін да. Мұнда айды жазамыз. Сонымен экранға print ең арзаны бізде fr, индексі бізде болады индекс. Дейміз, қосайық. Ең арзан бізде алма екен. Көрейік, банан, апельсин, алма 400 теңге. Дұрыс. Мінеки, тізімдерді қолдану арқылы осындай қызық программалар жасауға болады. Келесі сабақта кездескенше достар.